білім беру ұйымдары басшыларының және басшылары орынбасарларының педагогикалық жұмыс тәжірибесін жинақтау бойынша ақпарат. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 14 мамыр 2020 жылғы номер 202 бұйрығына сәйкес білім беру ұйымдары басшылары мен олардың орынбасарларының педагогикалық жұмыс тәжірибесін жинақтау жүргізіледі. Жалпылау процесі білім беру ұйымы басшысының және басшы орынбасарларының бөбекжай, мектеп, колледж үздіксіз кәсіби және жеке тұлғалық өсуін дамытуға, заманауи талаптарға жауап беретін, үнемі жетілдіруге мүмкіндік беретін, мазмұны, логикасы, әдістері, тәсілдері бойынша өзіндік бұқаралық практикамен салыстырғанда үздік нәтижелер әкелетін басшылық қызметінің үлгісі, үздік тәжірибені таратуға бағытталған. Педагогикалық тәжірибені жалпылауға арналған материалдарды қатыстыру үшін негіз болып табылады. Педагог қызметкерлердің өтініші, директордың орынбасары туралы ақпарат. Педагогикалық тәжірибені электронды тасымалдағышта зерделеуге және қорытындылауға арналған материал. Аудандық қалалық білім бөлімінің облыстық білім беру мекемелерінің әдістемелік кеңесі отырысының хаттамасынан үзінді. Ауданның білім бөлімі басшысының қолы қойылған сараптау комиссиясы төрағасының атына озық педагогикалық тәжірибені жинақтау үшін материалды қарауға қолдау хат облыстық білім беру мекемелері. Міндетті шарт ұсынылған әдістемелік тақырып бойынша 3 жылдан кем емес жұмыс. Педагогикалық тәжірибені жалпылау формасы. Білім бөлім ұйымы басшысының қолы қойылған педагогикалық тәжірибе тақырыбы бойынша шығармашылық есеп, фотоматериалдармен, графиктермен, диаграммалармен, грамоталардың, алғыс хаттардың және тағы басқа тізіммен нәтижелігін растайтын. Педагогикалық тәжірибе тақырыбы бойынша жарияланымдар, мақалалар, әдістемелік құралдар, ұсыныс әдісі және тағы басқа мәлімделген тақырып бойынша. Мәлімделген тақырып бойынша облыстық, республикалық, халықаралық ғылыми практикалық семинарларда, конференцияларда, дөңгелек үстелдерде және тағы басқа жұмыс тәжірибесін ұсыну. Бейне материалды ұсыну. Мектеп кеңестерінің сессиялары, қорғаншылар кеңестерінің отырыстары және тағы басқа. Осы іс-шараларды егжей-тегжейлі талдай отырып, 3-5 іс-шара. Озық педагогикалық тәжірибені зерделеу және қорыту критерийлері. Материал мазмұнның қоғамдық даму үдерісіне сәйкестігі. Озық менеджерлер білім беру процесін жетілдірудің, жаңғыртудың тиімді жолдарын табады. Қызмет мазмұнның ұсынылған материалға сәйкестігі. Озық педагогикалық тәжірибені іске асыру бойынша нақты педагогикалық іс-әрекеттер жүйесі. Инновацияның тиімділігін диагностикалаудың формалары мен әдістері. Материалдың өзектілігі мен перспективасына сәйкестігі. Жаңалық элементтерінің болуы, тәжірибенің өзектілігі мен перспективасын негіздеу, педагогтың тәжірибесі шешуге бағытталған қайшылықтарды ашу, оның маңыздылығы мен уақыттылығы, білім беру ұйымы практикасының жоғары нәтижелігінің тиімділігі мен тұрақтылығының болуы, өкілдіктің болуы. Өкілдік бұл уақыт бойынша тәжірибені жеткілікті тексеру. Бір мұғалімнің тәрбиешісінің жұмысында ғана емес, сонымен қатар осы тәжірибені қабылдаған барлық мұғалімдердің қызметіне оң нәтижелерді растау. Басшы мен басшы орынбасарларының озық педагогикалық тәжірибесін зерделеу және жинақтау рәсімін өткізу қорытындысы бойынша куәлік беріледі.